Хей, принцесса! Сіздермен бірге мен Аям және де мен бүгін блокноттарды қайда пайдалансақ болады деген сұраққа жауап беретін боламын. Блокноттар өте көп әр адамда деп ойлаймын, және де бірнеше блокноттар бар. Үлкен, кіші, орташа, немесе мүлдем кіші, тіптен қалтаға сыйып кететін де түрлері бар. Олар әртүрлі түсті болады және де әртүрлі көлемді, іші толтырылған, толтырмаған, клеткалы немесе жолды болып бірнеше түрге бөлінеді. Солардың барлығын бүгін қайда жарататынымызды айтатын боламын. Ең бірінші блокнот әрине іші толтырылып тұрса, онда оны қандайға арнау керектігін онда өзіңіз білесіз. Күніңізді толтырасыз, мақсаттар құрасыз, сондай жайлы да істей бересіз. Ішінде түрлі көптеген әдемі заданиялар болса, онда соларды орындайсыз. Толтырған нәрсені не істе деп тұрады, соның барлығын орындайсыз. Екіншісі, ол толы емес болса, онда өзіңіз ішін толтырасыздар. Міне осылай мен секілді толтырып, өз күндеріңізді жазып, суреттер саласыз ба, бірақ өз күнін жоспарлап, солай істеуге болады. Және де ол өз еркіңіз, өзіңіз білесіз, қалай толтырасыз, фломастермен ба, или таза қара ақ бола ма, оны өз еркіңіз. Сондықтан да бұл өте қолайлы әдіс деп ойлаймын менің ойымша, және де соны толтыру кейбіреулердің хоббиі. Мысалы, мен де хоббиім, сондықтан да бір блокнотты осылай сурет салып толтыру және де мақсаттарды құруға да қолдануға болады. Және де мен сондай блокноттардың ішіне керекті қағаздарымды, маңызды керек жоғалып қалмайтын қағаздарды салып қоямын. Себебі ол басқа күндер керек болып қалады. Сол секілді сондай бір маңызды парақтарыңызды мен сияқты блокноттың арасына сақтап қоюларыңызға болады. Келесі блокнот егерде кіші көлемді болса, сол секілді пландарыңызды құруыңызға болады, немесе мен секілді үй жұмысын тізімін жазуға. Мен мысалы үй жұмысына не берілген әр пәнінің қасына жазып қоям. Бұл өте қолайлы, себебі бұл күнделік сияқты қолданылады, бірақ баға болмайды бір артықшылығы. Және де әр күнге берілген осылай күндермен және де орындамадым деп галочкамен де белгілеп отырасыздар. Бұл өте қолайлы әрі қызықты және бір жерде барлығы тұрады. Бірден осы блокнотқа жүгінсеңіздер, естеріңізге түсетін болады. Сондықтан да үй жұмысын жазып та қолданып жүрсеңізге болады. Келесі блокнот ол өте сондай кішкентай көлемді, менікі және де 160 беттік. Бұны мен өзім негізі сіздерге де кеңес беремін. Мен секілді осылай английский фраза деп сыртына жазып, ағылшын фразаларын ішіне толтырып жүремін. Қасына аудармасымен әрине де міндетті түрде жазамын, және де күнде қайталап жүрсеңіздер, ол естеріңізге сақталады. Немесе тек қана ағылшын емес, басқа да пәндерді, немесе тілдерді, маңызды ақпараттарды осындай бір кішкентай блокноттарыңызға жазып қойсаңыздар, өздеріңізбен бірге әрдайым жүретін болады. Бір жағынан бұл өте тиімді, себебі ол өте кішкентай және де барлық жерге сыйып кетеді. Енді қалта демей қойын, кішкентай сумкаға болса да сыйып кетеді, және де барлық ақпараттар өзіңіздің қалтаңызда жүреді. Және де осы секілді басқа да блокнотым бар. Оның ішіне енді мен айтып кеткенде ағылшын фразалар емес, керекті маңызды ақпараттарды жазамын. Тарихтан жылдарды, және де тарихтан не мазмұндаманың қысқашасы,
содан кейін тағы да басқа керекті ағылшын мәтіндер сондайлар жазып қойған, міне көрсеңіздер. Сол секілді сіздер де кішкентай блокнотты арнап маңызды керекті боқалардың деген ақпараттарды немесе мәтіндерді жазып қойыңыздар. Келесі мен блокнотты ол ақпарат секілді, бірақ бұл олай емес. Сыртында осындай 3 смайлик бар. Сосын бұл әрине неге деп ойлайсыздар? Әрине бұл математиканың, алгебра, геометрияның бастауыштан бері келе жатқан формула жазғыш блокнотты, мен дәптер демей қойын. Осылай мен секілді әртүрлі формулалар, керекті ережелер кішкентай блокноттарыңызға жазып қойсаңыздарға кеңес беремін. Өйткені ол басқа бір экзамен кездерінде, тест тапсыру кездерінде бір көз жүгіртіп оқи саласыздар. Қолдарыңызға да өте ұстағанға тиімді, және де бәрібір жерде жинақталып жазылады. Қалың болғанда да бір плюсы бар деп қойық. Сосын менде барлық 2-ші сыныптан келе жатқан ережелерім осы кішкентай шағын блокнотта жазылған. Және де осындай шағын блокнотқа өлеңдерді жақсы көрсеңіздер, тақпақтарды, өлеңдердің тізімін немесе олардың текстін дегенде жазып қойсаңыздар болады. Міне достар, менің видеом осымен аяқтауға жақын қалды. Егер де сіздерге маңызды болса, онда және де ақпарат пайдалы болса, онда лайк басып тіркелуді ұмытпаңыздар.